Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері видео салмай кеттім. Қолым тимеді, қыдырдық, арасында балалар ауырды. Біз жолдасымның туған жеріне, Орал қаласынан өзіміздің машинамызбен 2 баламызды алып, осылай барып қайтқан болатынбыз. Алматы қаласынан түнгі 3-ке қарай шықтық. Жолда Ұзынағашқа жеткен кезде осындай қатты тұман басталды. Тұман таңғы 6-ға дейін, 5-6-ға дейін осындай қатты болып тұрды. Қордайдан асқаннан кейін Нәски деген жерге бардық. Одан асқанда осындай жол ашық болып, уже ауа райы жақсы болып тұрды. Балалар машинада таңға дейін ұйықтады, оянбай, жақсы ұйықтады, түнде де оянбады. Жолдасым кішкене 1,5 сағат демалып алды атарға жеткен кезде. Қызым уже оянды. Біз қазір енді Шымкенттің территориясына келдік. 2 бала да ұйқыдан тұрғаннан кейін құсып бастады. Жолды көтере алмай жатыр ма, әлде бір сондай вирус жүріп жатыр ма. Одан кейін Түркістанға келдік. Жолдан аптекаға соғып, балалардың дәрілерін беріп, жолда жуынып, шайынып, тоқтап, тамақтанып, солай Түркістанға да келдік. Түркістанда ауа райы өте тамаша, күн ыстық, осындай керемет мешіт салынып жатыр екен. Жолда осы Түркістанда қонамыз ба деп ойлап едік. Жолдасым, пока шаршамадым, жүре берейік, шаршаған кезде сонда тоқтармыз деп Түркістаннан өтіп Қызылордаға қарай жолға шықтық. Шиеліге келген кезде осылай машинамыз бұзылып қалды, бензонасос күйіп кеткен екен. Сонымен Алматыда тұратын көршіміздің інісі осы Шиеліде тұрады екен. Сол кісіні попросить етіп, келіп бізге бензонасосымызды алып ауыстырып берді. Солай жолға қайтадан шығып кеттік. Түнде Қызылордаға барып ұйықтадық. Машинаның ішінде ұйықтадық. Өйткені гостиницаларда орын жоқ екен. Еще біз таракан бар деп естігеннен кейін қой деп, оданша машинада ұйықтай берейік деп шештік. Солай тамақтанып, жуынып, шайынып, тағы да жолға шығып, солай Байқоңырдан өттік, одан кейін Қазалыдан өттік. Қызылорданың жолы деген өте керемет, тап-таза. Қызылорданың территориясына кіргеннен сондай керемет тазалық. Жолдарда бір ақау жоқ, идеальный жолдары керемет екен. Маған Қызылорданың территориясы өте қатты ұнады. Бірақ мынандай ауылдардан өтіп бара жатқанда бір тірі жанды көрмейсің. Күн ыстық болғаннан кейін ба, әлде далада енді жасыл ағаштар, көлеңкелер жоқ болғаннан кейін ешкім үйінен көп шықпайтын сияқты. Жол бойы мынандай түйелер көп. Және де Қызылордада бір кереметі, каждый остановканың артына туалет жасап, барлығын ойластырып қойған. Және де ол туалеттерінің іштері де өте тап-таза екен, жиіркенбейсің. Сондай қатты бізге Қызылорда ұнады. Бізде Аралғама жеткен кезде өстіп кафеге кіріп тамақтанған болатынбыз. Жолда осындай көп түйелер көрдік. Бізде Алматы жақта түйе бұндай көп емес. Сол себепті қызық болып, түйені көрген сайын осылай тоқтап, видеоға түсіріп, балаларға көрсетіп. Сонымен жолда түнде Ақтөбеге жеттік. Ақтөбеде бір апайымыздың үйіне қонып, ол жақтан таңғысын 5-те шығып кеттік та, осы Оралдың территориясына кіріп жетіп алдық. Жолда Ханкөл деген ауылда құдаларымыз тұрады екен. Сол кісілерге жолдан соға кетейік деп, бір жағынан балаларға ауылды көрсетейік деп. Өзіңнің машинамен келгеннің бір плюсы осы екен. Жолдан қалаған жеріңе тоқтап, балаларға барлығын көрсетіп. Осындай ауыл екен, нағыз ауыл. Біз Алматы жақта ауыл деп айтқандарымыз ауыл емес екен, негізі нағыз ауыл осындай екен. Керемет, балаларға бәрі қызық. Құмда ауыл екен, как будто бір Дубайда ма, Египетте ма жүрген сияқты сезіндік өзімізді. Керемет. Балалар құмнан шыққылары келмей, кеткілері келмей. Бір тамағымызды ішіп, шайымызды ішіп, балаларды ойнатып, құмда. Балалар құм енді керемет, жылы, кішкене жел болып тұрғаны болмаса, енді ауа райы керемет болып тұр. Қатты күнде емес, қатты салқын да емес. Сондай керемет ауа райы болып тұр.
балаларға өте қызық болып жатыр. Мына жақта 2 кішкентай егіз қыз бар. Есімдерін ұмытып қалдым. Сол 2 егіз қыздың кішкентай 2 егіз інілері бар екен. Ол ауылдан шығып, аман-есен Оралға жетіп алдық. Мына жақта қарасаңыздар, Оралды су басып еді ғой, сол аймақтар әлі де су қайтпаған. Үйлердің ортан белінен келіп тұр. Көрсеңіз, прям адамның жүрегі ауыратындай, ішінде адамдардың қаншама еңбектері. Ол адамдар қазір қайда жүр деп неше түрлі ойлар келеді. Көрсеңіздер, міне үйлердің барлығын су басып кеткен екен.